қазақ жері қойнауы қазынаға, өрісі малға толы ырысты атамекен. Атамыз күйеу, анамыз келін болған жер. Өлсек шейіт, қалсақ ғазизбіз деген асқақ мұратпен, ағудайлап жауға шапқан батыр баһадүрлеріміз ақ білектің күшімен, көк найзаның ұшымен қорғаған кең байтақ жер бабалар аманаты. Отанды, елді қорғағанда атақ алу үшін, абыройға кенелу үшін емес. Ұрпағым, елім болашақта жетім болмасын, отансыздықтың азабын тартпасын, біреудің қас-қабағына қарап жәутеңдемесін, қолына қарап дәметпесін деп, атадан қалған асыл мұраны сақтап, ақылды ұрпақ тәрбиелеу. Отанның өткені мен бүгінін бағалау, ұлттық және азаматтық бірегейліктің мәні болып табылады. Экономика күннен күнге қарқындап, халқымыз бейбіт өмір сүріп келеді. Жастарымыз осы тыныштықтың, бейбітшіліктің қадірін жете түсініп, өзінің төл тарихына, ұлты мен халқына мақтанышпен және құрметпен қарап, арлы азаматтың, зиялы тұлғаның көрінісін қалыптастырған абзал. Рухы биік әр адам адал жұмыс атқарып, білім алып, халыққа деген риясыз сезімді көрсетеді, өз елінің ұлттық болмысын қорғайды. Бұл әр қашанда жастарға тиесілі қасиет. Исламда 5 нәрсені қызғыштай қорғау міндеттеледі. Отаныңды, дініңді, ұятыңды, жаныңды және дүниеңді. Ендеше елдің, діннің тыныштығын сақтап, осы туған жерге еге болу, амандығын тілеу, ұрпақтың болашағына жауапкершілікпен қарау мұсылманның басты парызы.